Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге ең құпиялы, ең тылсым тақырыптардың біріне ғарышқа саяхат жасаймыз. Адамзат ғасырлар бойы аспанға қарап, біз жалғызбыз ба деген сұрақты қойған. Бірақ соңғы жылдар ғалымдардың ашқан жаңалықтары бұл сұраққа мүлде басқа қырынан қарауға мәжбүрледі. Бүгін біз 4 түрлі ғажап әрі үрейлі оқиғамен танысамыз. Олар Марстағы жұмбақ дыбыстар, ғарыштағы қараңғы объект, жерге белгісіз бағыттан келіп түскен сигнал және алыстағы планеталарды қалаға ұқсайтын құрылымдар. Соңына дейін көріңіз, себебі әр оқиға сіздің ғарышқа деген көзқарасыңызды түбегейлі өзгертеді. Ал ендеше кеттік. Бірінші бөлім Марстың жұмбақ дыбыстары. Марс қызыл планета, адамзат арман еткен орын. Бірақ соңғы жылдары ол бізге тек тастар мен шаңды ғана емес, әлде қайда таңғаларлық құпияларын көрсетті. НАСАның Perseverance атты марсоходы қонғаннан бері түрлі дыбыстар жазып алып отыр. Әдетте бұл желдің гуілі немесе құм көшкіні. Бірақ бір дыбыс бәрін таңғалдырды. Ол төмен жиілікті, ырғақты соққан дыбыс. Бірнеше секунд тоқтап қайта жалғасатын. Дәл біреу тереңнен белгі беріп жатқандай. Ғаламдар талдап көргенде бұл дыбыстың табиғи құбылысқа ұқсамайтынын байқады. Әдетте табиғаттағы дыбыстар кездейсоқ бейберекет шығады, бірақ бұл белгілі бір ырғақпен қайталанып тұрады. Желіде тарағаннан кейін түрлі теориялар айтылды. Бұл Марстағы ескі өркениеттің ізі, немесе жер астында белгісіз тіршілік иелері бар, тіпті бұл бізге бағытталған хабарлама болуы мүмкін. Ғалымдар ресми түрде нақты түсініктеме бере алмады. Бірақ бір нәрсе анық, Марс біз ойлағаннан да құпияға толы. Егер бұл дыбыстар шынымен де бір өркениеттің белгісі болса, демек біз ғарышта жалғыз емеспіз. Ғарыштағы қараңғы объект 2017 жылы астрономдар күн жүйесінен өтетін ерекше бір нысанды байқап қалды. Оның аты Аумиамуа. Ол Гавай тілінде алғашқы елші дегенді білдіреді. Алғашында ғаламдар оны кәдімгі астероид немесе комета деп ойлады. Бірақ жақыннан бақылаған кезде бәрі басқаша болып шықты. Оның формасы ұзынша, сигара тәрізді, ұзындығы шамамен 400 метр. Ең таңғаларлығы, ол күн жүйесінен өтіп бара жатып өз бағытын өзгертті. Ешбір астероид немесе комета бұндайды жасай алмайды. Бұл тек басқарылатын аппараттарға ғана тән. Кейбір ғаламдар мүмкін бұл басқа өркениеттің зонды шығар деп болжауда. Бірақ ресми астрономия қауымдастығы бұған күмәнмен қарады. Дегенмен фактілерді жоққа шығару мүмкін емес. Аумиамуаның қозғалысы ешқандай табиғи заңға сай келмейді. Ол бізге бір белгі тастап кеткендей, сосын ғайып болды. Сұрақ сол күйі жауапсыз қалды. Бұл кездейсоқ объект пе, әлде шынымен де өзге өркениеттің алғашқы елшісі ме? Жерге келген жұмбақ сигнал. 1977 жылы 15 тамыз күні Огайо университетінің радиотелескопы күтпеген сигнал қабылдады. Ол бар болғаны 72 секундқа созылды. Бірақ оның құрылымы кездейсоқ радио толқынға ұқсамады. Ол дәл бір хабарлама секілді болды. Ғалымдар оны «Вау, сигнал» деп атады. Себебі деректерді көрген астроном қағаздың жанына дәл осылай жазып кеткен. Бұл сигнал стрелец шоқ жұлдызы жақтан келді. Ең қызығы, ол біздің ешбір жасанды спутнигімізге сәйкес келмеді. Бұл жерден тыс бір жерден келген белгі еді. Сол уақыттан бері талай рет қайта іздеп көрді. Бірақ дәл сондай сигнал ешқашан қайталанбады. Тек бір ғана рет дәл біреу біз бармыз деп хабар жіберіп, үнсіз кеткендей. Егер шынымен де солай болса, неге олар жалғастырмады? Неге бір-ақ рет белгі берді? Бұл әлі күнге дейін астрономия тарихындағы ең үлкен құпиялардың бірі. Алыстағы планетадағы қалаға ұқсайтын құрылымдар. Ғарыш телескоптары күн сайын жаңа әлемді ашып жатыр. Экзопланеталар деп аталатын бұл әлемдердің кейбір жерлеріне қатты ұқсайды. Бірақ бір планета ғаламдарды ерекше
ерекше ойға қалдырды. Кейбір суреттерде оның бетіндегі нысандар таңғаларлық симметрияға ие болып көрінеді. Дәл бір ғимараттар сияқты тік сызықтар, дұрыс бұрыштар байқалады. Табиғат мұндайды сирек жасайды. Интернетте бірден түрлі болжамдар таралды. Бұл өзге өркениеттің қаласы, бұл қираған ескі ғимараттар. Әрине, ғалымдар ресми түрде бұл тек табиғи форма деді. Бірақ өз көзіңмен қарасаң, сен де ойланып қаласың. Неге ол шынымен де қалаға ұқсайды? Егер расымен де басқа өркениет болса ше, мүмкін біз ғаламдағы жалғыз өркениет емеспіз. Міне достар, бүгін біз ғарыштағы 4 ерекше құпияға куә болдық. Марстағы түсініксіз дыбыстар, Оумуамуа атты қараңғы объект, жерге жеткен уау сигналы, алыстағы планетадағы қалаға ұқсас құрылымдар. Бәрінің ортақ бір ғана жауабы бар сияқты. Біз ғаламда жалғыз емеспіз. Ал сіз қалай ойлайсыз, бұл табиғи құбылыстар ма? Әлде шынымен де бізге белгі беріп тұрған өзге өркениеттер ме? Ойларыңызды пікірде жазыңыздар. Егер осы тақырып сізге ұнаса, міндетті түрде арнамызға жазылып, бейнені достарыңызбен бөлісіңіз. Ал біз болсақ, алдағы уақытта тағы да ғарыштың тылсым сырларына үңілетін боламыз. Келесі кездескенше.